Екібастұзда жаңа ферроқорытпа зауытының құрылысы басталды. Жаңа нысан жылына 240 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы болмақ. Әрі құрылыс барысында өңірдегі 1000 астам азаматты жұмыспен қамтуға мүмкіндік бермек. Раушан Сайлауқызы толығырақ айтсын. Металлургия саласындағы серпінді жаңалық. Темір мен кремнийдің балқытылған қосындысын шығаратын алып өндіріс ошағы салынады. Жобаны Бәйтерек холдингінің құрылымы Қазақстанның даму банкі қаржыландырады. Инвесторлардың да демеуі бар. Жалпы құны 92,2 миллиард теңге. Кәсіпорын Екібастұз өңірін жаңғыртуда стратегиялық маңызға ие. Жаңа зауыттың өнімі барлық әлемдік стандартқа сай. Біздің алдағы мақсатымыз экспорт көлемінің географиясын ұлғайтып, 52 елге жеткізу. Жуырда бұл өңірге сапармен барған ел президенті моноқалаларды дамытуға қатысты бірқатар тапсырма берген еді. Соның аясында бұл сәтті жүзеге асқан инвестициялық жоба. Жоба облыс үшін де, еліміз үшін де әлеуметтік және экономикалық жағынан өте маңызды. 1,5 мың уақытша және 800 тұрақты жұмыс орны құрылады. Ферроцилицийді келешекте Европа, Оңтүстік Шығыс Азия, Оңтүстік Америка нарығына шығару көзделген. Қазірдің өзінде бірқатар келісімдерге қол қойылды. Жаһанда бұл салаға сұраныс жоғары, сондықтан біз бұл бағытты өте перспективалы деп санаймыз. Екібастұздағы кадрлық ресурстың болуы жобаның сәтті жүзеге асуының кепілі. Зауыт экологиялық тазалықты барынша қамтамасыз етеді. Осы жұмыстар 3 ай ішінде атқарылды. Оның ішінде құжаттарды клиент тарапынан дайындау және банк тарапынан талдау процестерін өткізу, оған қоса өкілетті органдардан шешім қабылдау шаралары тез арада тамамланды. Нысанның технологиялық мүмкіндігі заманауи стандарттарға сай. Толық автоматтандырылған зауыттың құрылысы 2023 жылы аяқталады. Яғни 2 жылдан соң кәсіпорын алғашқы өнімдерін шығара бастайды. Раушан Сайлауқызы, Бақтияр Омар, Бауыржан Бірлібаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.